Баршаңызға сәлем. Менің есімім Өмірбаева Әсем. Мен Эрсак компаниясының бронзовый лидері боламын. Бүгін өзімнің кезекті алған заказыммен, анығырақ айтқанда, оның ішіндегі 555 артикулындағы презентационный сумканың осындай керемет өнімдерімен бөліскім келіп отыр. Обзор жасағым келіп отыр, иә? Сіздерге айтып, қандай жағы тиімді екенін қазір көрсетсем деймін. Мынандай сөмкеде мына өнімдердің барлығы келеді. Маған бұл 11.500 теңгеге келді. Шыны керек, мына сөмкенің өзін көрген кезде менің көңілімнен қатты шықты. Неге? Сөмкенің сапалылығы, сөмкенің ішіндегі жасалған мынандай қалташалардың сондай ыңғайлылығы, яғни мынандай керемет сапалы түрде тігілген әрбір өнім осы қалташаларда бір-бірімен ішінде қалай болса солай жатқан жоқ, тігінен түгелі тұр. Сондай қатты ұнады. Қарап отырсам, шыны керек, енді пробник деген кезде сіздер білесіздер, иә? Өте кішкентай сауыттағы бір нәрсе елестейді ғой бәрімізге де. Мен де ойладым басында пробник болғанда бір 50 мл ары кетсе, көп компанияларда 50 мл болады, 30 мл болады даже. Сондай ғана шығар деп ойласам, көрген кезде мен сондай қуандым. Мынау кәдімгідей 250 мл-дағы үлкен құтыдағы пробниктер екен. Пробниктегі тіпті аузым бармайды, шыны керек. Бұл несімен сізге тиімді? Біріншіден, баға жағынан қалталарыңызға өте тиімді деп айтар едім. Екіншіден, үйіңізде мынандай ыдыстар бөлек-бөлек әдемі, сыртында мынандай бөлек-бөлек жазылып тұрған кезде сіз өнімдеріңізден шатаспайсыз. Екіншіден, үйлеріңізге біреу қонаққа келіп қыдырып келсе де, мысалға біз қазір 1 литрлік өнімді алып, қолданған лоқ етіп құйыласаған бәрімізге ыңғайсыз ғой. Біз оны не істеп отырмыз? Қандай да бір үйде тұрған бос сауыттарға құйып отырмыз, иә? Біреуміз Фаберликтің ыдысына, біреуміз МВ-дің ыдысына деген сияқты. Ал енді ондай ыдыста тұрған бір ыңғайсыздау деп ойлаймын, өйткені сіз Эрсакта бизнес жасап жатқан ханым болсаңыз, онда сіздің үйіңізде міндетті түрде мынандай ыдыстардың болғаны жақсы. Біреуге айтып түсіндірсеңіз де, сыртында өзінің логотипімен осындай әдемі құты, ол қашанда әдемі, ерекше болып көрінеді. Қарап отырсаңыздар, міне бірінші мынандай бір бос сауыт кепті. Мынау енді жалғыз бос сауыт. Қалғанның барлығының ішінде өзінің өнімдері бар. Мен ойлаймын, мынау біздің май кетіргіш дейміз, орысша айтқанда растворитель жираға өте ыңғайлы деп. Келесі бізде мына өнім, бұның аты Дамла. Дамла деген сіздер білесіздер, хит өнімнің бірі, дақ кетіретін өнім. Егер де дағыңыз өте сондай бір жерде қатып қалған дақ болса, оны кетіру үшін ешқандай да мынаны суға ерітінді жасамай-ақ, таза өзін құйып, біраз уақыт қойып, ары қарай ысқылап кетіру арқылы өзіңіздің дақтарыңыздан айырыла аласыздар. Жалпы егер терезе жуамын десеңіз, 1 литр суға 3 тамшысын құйсаңыз жеткілікті. Ал енді кілем жууға да болады бұнымен. Үйдегі жиһаздарыңызды да жууға болады. Олай жасайын десеңіз, 1 литр суға 5 тамшы құйсаңыз, ол да жеткілікті. Келесі өнімнің аты, бұл енді барлығымызға таныс баньо, яғни туалет пен ваннаны жууға арналған өнім, негізгі о бастағы өзінің предназначениесі. Бірақ шыны керек, біздер білеміз, бұны 14 түрлі вирустық бактерияларды өлтіруге арналатын, ішінде жалпы антибактериалды өнім, былай айтқанда кишечная палочка дейміз, стафилококк, сальмонелла, кандидоз, молочница сияқты әртүрлі аты жаман ауруларға, тері ауруларына өте керемет қолданып, солардан тамаша отзыв алып жатқан жағдайымыз бар, иә? Келесі өнімге келетін болсақ, бізде бұл ромашка дейміз ба? Ромашка, түймедақ қазақша айтқанда, соның қосындысынан жасалған гель для душа. Гель для душалар өте тамаша. Енді мен именно мынаны әлі көрген жоқпын, дегенмен гель для душасы енді керемет сондай. Мынау средство для общего дейді, чистящие средства, әртүрлі қатты поверхность дейміз, соларды жууға арналған, мысалы үйде паркет болсын, пол болсын, линолеум болсын, кафельдер болсын, барлығында жуа беруге болады. Бұлай айтқанда не жууға болады, соның барлығын жуа берсеңіз болады. Енді иісі деген аңқығанда, менде мынаның үлкен флаконы бар, мен енді оны жуып көрдім, өте тамаша. Келесі ол ыдыс жууға арналған өнім.
Енді бұл өте тамаша. Мен осымен жуып отырмын. Міне 2 айдай уақыт болды. Өте қою. Бір тамшысының өзі кәдімгідей бір талай ыдыстарды жууға мүмкіндік береді. Яғни бұл концентрацияланған өнім. Одан кейінгі өнім бұл жидкое мыло, яғни жаңағы сұйық сабын, қолға арналған. Бұл да өте тамаша. Менде басқа түрі бар болатын, енді мына түрінде көруге мүмкіндік алдым. Келесі, бұл да бір хит өнімнің бірі, барлықтарыңыз білесіздер, растворитель жира. Бұл өнімді енді қалай қолдануымыз керек? Бұл өнімді қолданған кезде қазаныңызды болмаса өзіңіздің кастрюля, чайниктеріңізді сәл қыздырыңқырап алып, одан кейін барып мынаны жағып нетсеңіздер, кәдімгідей майы ағады. Майы ағып, ары қарай сіз губка арқылы өзіңіздің қолыңыздағы бұйымыңызбен ол нәрсені тазартып ала аласыз. Шыны керек, енді мен өз опытымда айта аламын, шойын қазанмен жаңағы жылтырақ ыдыстарды сондай тамаша кетіреді. Одан кейінгі өнім бұл бізде енді крем жууға арналған өнім. Мынаның шыны керек, 1 литр өнімнен 66 литр өзіңізге дайын өнім жасап алуға болады. Яғни бұл да концентрацияланған деген сөз. 1 литрға 1-2 колпачокканы құясыз, солайша креміңізді жуып алуға керемет мүмкіндік бар. Ал енді мына өнім шыны керек өзім бөлек сатып алсам деп жүрген. Бөлек мынаның құны 2796 теңге тұрады, сіздің бағаңыз. Ал енді мынаның осы өнімдердің ішінде болғанына мен шыны керек өте қатты қуандым. Яғни бұл жаңағы жаға мен жеңді жуатын сондай керемет тамаша өнім. Бұл жерде мынаның басына әдемілеп мынандай дозатор, спрей дозатор ғой, мына осыны қолдану арқылы сіздер өз әсіресе кімдерге жақсы бұл? Ер азаматтары бар, үйінде ұлдары бар адамдарға өте таптырмайтын өнім деп айта аламын. Өйткені ақ жаңағы ненің рубашка көйлектердің жаға жеңі өте тез кірленетінін білеміз, Бірден жаңағы неге жаға жеңге жағып жіберіп, спреймен шашып қойып, содан кейін біраз уақыттардан кейін өзіңіздің кір машина жуғышыңызға салып, арқай жуып жіберсеңіздер болады. Осымен бірге маған тағы да мынандай міне жаңағы айтқандай спрей дозатордан 2 келді. Бірі міне басы ақ, бірі қызыл, және мына жерде менде жаңағы міне мынандай помпа дозатордан 3 штук келді. Енді бұл да өте ыңғайлы, мысалы шампуньдердің басына қойып, айналдырып жіберіп қойып, мынаумен алсаңыздар өте ыңғайлы деп айтамын. Жалпы не айтайын дедім? Сіздерге бұл, егер сіз бизнеспен айналысатын болсаңызда, өте тиімді. Өйткені мынау сөмкеге салып алып, әртүрлі офлайн встречаларға барып, таныстарыңыздың үйлеріне барып, кәдімгідей мынаның өнімнің керемет тұстарын көрсете аласыздар. Болмаса, егер сіз тіпті үйде отырған болсаңыз да, мен жаңа айттым, эстетикалық виды да өте тамаша, өзіңізге де өте қолайлы, үйде де осындай ыдыстардың болған жақсы. Неге? Сіз бәрібір 1 литрмен қолданған сізге ыңғайсыз болады. Ал мынаның құтылардың барлығын, бос құтыларды бізде компания сатады, Босын алатын болсаңыз, ол кемінде 600, 700, тіпті 800 теңге дейін баратындар бар. Оны бөлек алсаңыз, өзі мына 9 ыдыстың құтысының өзі 5,5-6 мың теңгеге шығады екен. Ал енді жаңа мен айттым, мынау ішкі сыртын санамай, ішкі өнімнің өзін санағанда, таза, просто сұйықтықты санаған кезде маған 10 мың, енді мен өз санағымды жақсы көрем, 10.870 теңгеге шығыпты, көрдіңіздер ма? Ал мен сөмкені алдым 11.532 теңгеге. Сонда айырмашылық бар ма? Айырмашылық жер мен көктей. Құтыны бөлек алғанның өзінде 6.000 теңгедей ақшаларыңыз шығатын еді. Сондықтан да мен ойлаймын, ең бірінші заказ алған кезде осыларды бір рет алып, ары қарай жайлап, жаңағы 1 литрлік, мына таусылған кезде 1 литрлігін алып отырып, құйып, ары қарай қолдана берсеңіздер, өте тамаша екен. Енді бұл өнімнің бағасын айттым, 11.535 теңге, ал енді артикулы 555. Барлықтарыңызға осы презентационный сөмкені алуға кеңес беремін.